Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сыныптың қазақ тілі пәнінен 5 бөлімнің 3-4 сабағы ұлы дала ұлағаттары тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңынан дейін көріңіздер. 3 тапсырма: ыбырай ұлағаты тақырыбына энциклопедия, сөздік, газет журналдардан ақпарат жинап, мәтін құраңдар, авторына сілтеме жасаңдар. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында ерекше орын алатын тұлға. Оның ұлағаты білім мен мәдениеттің дамуына, ұлттың рухани жаңғыруына негіз болды. Ол қазақ халқының сауатын ашып, жаңа әдіспен білім беруді жолға қойған алғашқы ұстаздардың бірі. Ыбырай 1841 жылы Торғайды қаласында дүниеге келген. Ол жас кезіне білімге құштар болып, Орынбордағы қазақ балаларына арналған мектепте оқыды. Бұл мектепте алған білімі оның болашақ ағартушылық қызметіне жол ашты. Ыбырай Алтынсарин тек мұғалім ғана емес, жазушы, ақын, аудармашы, қоғам қайраткері ретінде танылды. Оның қазақ хрестоматиясы атты оқулығы қазақ балалары үшін алғашқы білім беру құралдарының бірі. Ыбырайдың еңбектерінде білім алудың маңыздылығы ерекше атап өтіледі. Оның "Кел балалар, оқылық" өлеңі балаларды білім алуға шақырып, оқудың жарық жол екенін көрсетті. Ыбырай тек өлеңдерімен ғана емес, өнегелі әңгімелерімен де танылды. Бай баласы мен жарлы баласы, әке мен бала, қыпшақ Сейітқұл секілді әңгімелері арқылы ол еңбекқорлық, адалдық және ізгілік идеяларын насихаттады. Ыбырай Алтынсариннің ұлағаты бүгінгі күні де өзекті. Оны халықта білімге жетелеу үлкен парыз деген пікірі қазіргі заман мұғалімдері үшін бағдар болып қала береді. Енді соңында авторына сілтеме жасаңдар деген осы жинақталған мәліметтің әдебиеттерін сіздерге ашып көрсеттім. Пайдаланылған әдебиеттер дегеніміз авторына сілтеме жаз деген мағынада қолданылып тұр. 5 мәтін бойынша, 5 тапсырма оқыл мәтіні бойынша ұяшықтарды толтырыңдар дейді. Яғни Әлихан Бөкейхановтың кім екенін ашып жазатын боламыз. Әлихан Бөкейханов ғалым, көрнекті қоғам қайраткері, халқымыздың тұңғыш саяси Алаш партиясының және ұлттық Алашорда партиясының және ұлттық Алашорда үкіметінің төрағасы, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, публицист. 6 тапсырма: эвфемизм мен дисфемизм сөздерді 2 бағанға бөліп жазыңдар. Эвфемизм дегендеріміз сыпайы сөйлеу болса, дисфемизм дегеніміз дөрекі сөйлеу қысқа мағынасында. Эвфемизмдердің қатарына қолды болды, жүріп кетті, сөзі бар, айдағаның безешкі, ысқырығың жер жарады, о дүниелік болды, көз жұмды, қол салды, қағып кетті, аузымызды аңқитып кетті, қаза болды, сөз тасиды деген сөздерді жатқызсақ, дисфемизмдер қатарына ақсаусақ, жылампаз, пысқырма, қарғынды, жүгермек, шөпжелке, өсекші, ақсақ, оңбаған, қортық, жылмағай, су жұқпас деген сөздерді жатқызамыз. 7 тапсырма оқылы мәтіні бойынша өз ойыңмен бөліс. Менің білгеніме сәйкес келеді. Әлихан Бөкейхановтың Алаш партиясын құрғандығын білемін. Менің білгеніме қайшы. Әлихан Бөкейхановтың аудармашы да болғандығы мені таңғалдырды. Түсініксіз қосымша мәлімет алғым келеді. Әлихан Бөкейхановтың аудармаларымен танысқым келеді және абақтыда отырғанда немен айналысқанын білгім келеді. 8 тапсырма: сөйлемдерден дисфемизм сөздерді тап және қандай мағынада жұмсалып тұрғанын түсіндір. Сумақай, ақсақ, жымды, есерсоқ дейді. Сумақай сөзінің мағынасы ашқарақ, арамса, ұрлыққан немесе зиянды іске жақын адам. Мысалы, сумақай бала біреудің нәрсесін рұқсатсыз алып кетеді деген сияқты. Ақсақ бір аяғы сау, екінші аяғы кеміс болып жүрген адам немесе жануар. Жынды сөзі ақыл есінен ауысқан адам болса, есерсоқ сөзінің мағынасы мінезі жеңілтек, ақылсыз, бейбастақ адамды есерсоқ деп айтады екен. 10 тапсырма өнегелі ғұмыр тарихи тұлғалар тақырыбына өздерің білетін тарихи тұлғалар туралы мәліметтерді жан-жақты әр қырынан салыстырып анықтаңдар, зерттеу жүргізіңдер. Енді бізге өздерің білетін тарихи тұлғалар дейді. Мен сіздерге үлгі ретінде Шоқан Уәлихановты көрсеттім. Шоқан Уәлихановтың еңбектерін көрсеттім және де қазақ әдебиет пен мәдениетте қандай үлес қосты, соның барлығы осы 10 тапсырмада ашып көрсетілген.
Бұл тапсырмада оқушылар бізге жаңа жоғарыда орындаған 10-шы тапсырмамыз бойынша мәліметтеріңе, өздерің құрған мәліметтерің бойынша сұхбаттасу диалогын құрыңдар деген. Енді мен жоғарғы тапсырмада айттым, сіздерге Шоқан Уәлихановты ашып көрсеттім деп, дәл сол мәтін бойынша енді сіздерге сол мәтінді диалог түріне, яғни сұхбат түрінде жазып сұрақ қою арқылы ашып көрсеттім. Міне бұл 11-ші тапсырманың жауабы болу керек. 12-ші тапсырма өлеңде көтерілген мәселені анықтаңдар. Яғни бізде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңі берілген. Өлеңде көтерілген негізгі мәселе отаншылдық пен алашқа адал қызмет ету. Ақын елдің тағдырына алаңдап, алаш қайраткерлерінің ұстанымдарын дәріптейді. Жасымай алашына қызмет еткен деген жолдарда қайраткерлердің қиындықтарға мойымай, туған ел үшін жанын сала еңбек еткені бейнеленген. Болса да қалың тұман, қараңғы түн деген бейнелі сөздер сол замандағы надандық пен әділетсіздік жағдайын сипаттайды. Бірақ қайраткерлер болашақтың жарқын боларына сеніммен қараған, түймеге жарқылдаған алданбаған, және де басқадай бір бас үшін жалданбаған деген жолдардан олардың жеке басының пайдасын ойламай, халық мүддесін бірінші орынға қойғаны көрінеді. Қайткенде алаш көркейер деген ойдан басқа ойды өмірінде малданбаған. Бұл алаш қозғалысының негізгі идеясы қазақ халқының ұлттық бірлігі мен мәдени дамуына қол жеткізу екені анықталады. 13-ші тапсырма Абай ұлы тұлға тақырыбына эссе жазыңдар. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының рухани әлемінде ерекше орын алатын ұлы ақын, философ және ағартушы. Оның шығармашылығы қазақ мәдениеті мен әдебиетінің биік шыңы. Абайдың есімі ұлттың мақтанышы болып қана қоймай, оның ой өрісі мен рухани құндылықтарының символына айналды. Абай өз заманында қазақ халқының жағдайына терең үгіліп, оның болашағы үшін алаңдаған ұлы тұлға болды. Ол елді надандықтан, жалқаулықтан арылуға шақырып, білім мен еңбектің құдіретін дәріптеді. Ақынның біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос деген өлең жолдары халықтың бірлігін нығайтуға бағытталған ұран іспеттес. Абайдың мұрасы тек қазақ халқы үшін емес, бүкіл әлем үшін құнды. Оның шығармалары бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол өз халқының рухын көтеріп, ұлттың мәдениеті мен әдебиетін жаһандық деңгейге көтерді. Абай мәңгілік тұлға. Оның өмірі мен шығармашылығы бізге ұлт ретінде өзімізді тануға және дамытуға бағыт береді. Абайды мақтан тұту, оның мұрасын сақтау, оны оқып үйрену және өмірде қолдану. Ұлы ақынның аманаты біз үшін қасиетті жол болып қала береді.